Кайырлы күн, калайсыздар? Біз көне Шымқалаға келдік, или ескі Шымқала. Бүгін біз өзімізбен Кәусарды ғана алдық. Бұзықшылық жасамайды деген үміттеміз. Ана екеуін садикке тастап кеттік. Еще бізбен бірге Бөпетай. Кірген жерде осындай не? Зындан ғой, я, сондай, я. Зындан бар. Кірген жерде бірінші сол жақ қарай жүру керек екен. Бұл жақта не бар? Ошақ. Кәусар ошаққа тамақ істеді ғой деп. Я, ана жақты қарсы әлі істеп отыр. Біз надан шықтық. Енді мына жаққа қарай кетіп бара жатырмыз. Тоже сондай немен бар екен. Ақ бір шатырмен. Бірақ мына жерде ауыстырып тастаған екі батыр тұрады мына жерде. Екі батыр соғысқа кетіп қалған. Ертең кетіп қалады, ертең тағы бір кетіп кетсе. Бізді Кәусар таныстырып жүр ғой, потому что Кәусар алдында келіп қойған бұл жаққа. Төбесімен жүрсең ана жақпен айналасың ғой, сондай, я. Төбесінен көресің. Мына жерден плаза көрініп тұрады екен. Плаза тұр. Мына жерде осындай бассейні бар. Арғы бетінде и мына жағында осындай отыратын жерлері бар. Бірақ та мен білмеймін точно не екен, бірақ бассейнде ойлап тұрмын өзім. Қазір біз мына жаққа барамыз. Кәусар уже біздің кетіп бара жатыр сол жаққа. Мына жерде осындай бомбалар бар екен. Мына жақта екі атамыз. Бұл жерде не бар? Осындай үйшік сияқты бірдеңе бар ғой сонда. Мына жақта қолдан жасалған құмыралар, үңгір сияқты. Ал мына жақта осындай үстіндегі жоғарғы жол. Жаңағы үйшіктің ішіне кірдік. Іші осындай. Так, мынау Кәусардың атасы мен апасы. Мынау не, мен түсінбедім. Мына жерде мынандай түрі болады екен. Мынау да біздің Кәусардың әжесі. Бауырсақ, шелпек столдарында, я? Қаймақ, құрт. Күшті. Я, домбыра, қобыз. Әдемі екен. Мынау не, Кәусар, білесің ба? Мынау жерге төселіп тұрған. Аха. Ол киіз. Баяғыда кілем болмаған, олар сондай киізге отырған. Ой. Мынаның ішінде не тұр, Кәусар, қараш? Скелет. Адамның бас сүйегі, я?
Каусар, мынау бізде баяғыда қолданылған тиындар деп қоясың да. Біздің ата бабаларымыз қолданған теңгелер осылар. Кітап, иә. Өлеңдер жинағы дейді. Мынау парсы тілінде жазылған кітап. Мама қалай оқиды? Бұл бізде тағы бір музей, 3-ші музейде де. Бұл жақта тоже. Біз мына жердегі музейден шықтық. Енді келесі жаққа кетіп бара жатырмыз. Біздің Каусар бізге жол бастап кетіп бара жатыр. Мына жерде баяғылардың демалатын орны, семечке мен кола ішетін жері болған ғой. Мына жақтан қала әдем болып көрінеді десем, әдем болып көрінбейді екен. Бұл жерде базар, мына жақта плаза тұр. Осы біз келген жол осы жермен бітеді екен, ары қарай тупик. Мына жақта солға қарай, бірақта жол бар екен. Бұл жерде тағда осындай музей сияқты бір үйшік бар екен. Дөңгелек екен осындай. Осы бомбаның жанынан былай қарай түсіп кететін жол бар екен. Мына шамдарын қарасаң еще. Іші тағы бір музей. Көне заттар бұл жақта да, қылыш. Мына жақта ілгек дейді. Мына жақта менің ойымша пеш. Сосын осындай тамшының дауысы шығып тұрады екен. Мен адамдарды көрген сайын тірі екен деп ойлап қала беремін ғой. Қауын, дарбыз барлығы бар екен. Бұл жақта да көне заттар, майша, дәрілік ыдыс. Төбесі осындай. Мына жақта тағы бір құмыра. Мына жақ уже шығып кететін жағы. Мына жер біздің уже кірген есігіміз. Мінеки біз мына лестницадан шықтық. Төбеден қарағандағы вид осындай. Ар жаққа қарай барып көрейік. Мына жақта әлі ремонт жұмыстары жалғасып жатқан сияқты ғой. Қандай керемет.
Қазір мына шымқаланың ішіне кіреміз. Кірген жерде осындай отыратын жерлер. Мына жақта ескі тапчан. Біз барған кезде мама мен ішінде ат, сиыр бар еді. Кәусарлар келген кезде осының ішінде ат, сиырлар болған екен. Бірақ қазір еш нәрсе жоқ. Кәусар тірі ме еді ат, сиырлар или өлтіріп пе еді? Тірі ме еді? Ал мына жақта үлкен самовар, арба, еще тандырға ұқсап қалған бірдеңе бар. Осы біз қайтадан мына жоғары қарай шығайын деп жатырмыз. Екінші жолға түстік. Бұл жақта қазір не бар екенін көреміз. Бұл жерде осындай мергендер алаңы бар екен. Ал мына жерде үлкен тайқазан. Үшінші жолға түстік. Бұл жақта киіз үйлер бар сияқты. Осындай ескі киіз үйлер. Мына жақта отыратын жер. Тағы 6 бақан бар. Киіз үйлердің есігінің барлығы жабық. Ол жаққа ешкімді кіргізбейді екен. Мына жақта туристер. Мына 6 бақанға шуға болады екен. Мына жақта киіз үйлер көп, жартылай ашық, толықтай жабық, бірақ барлығына кіруге болмайды. Біз Шымқаладан шықтық. Осымен біздің экскурсиямыз аяқталды. Өте қызықты болды. Сіздерге видеомыз ұнаса, каналға тіркеліп, бізді қолдап қоюды ұмытпаңыздар.